Алматыда әлемге әйгілі қылқалам шебері Зураб Церетелидің жеке көрмесі өткен екен. Біздің әріптестеріміз ғажайып көрмені тамашалап қана қоймай, бейне таспаға түсіріп қайтқан екен. Олай болса сөз кезегі тілшілерімізде. Алматының Қастеев атындағы мемлекеттік өнер мұражайында көрермендер мен журналистер қауымы әлемге әйгілі қылқалам шебері Зураб Церетелидің баспасөз конференциясына қатысып қана қоймай, соңғы 5 жылда салған кескіндемелік және мүсіндік туындыларын тамашалау бақытына ие болды. Бұл да мына бояулардың жаңағы күштілігі, бояулардың мына өмірдегі ең жарқын бояулардың көрінісі. Сосын мына кейіпкерлерінің психологиялық портреттері, олардың мына өмірге деген көзқарастары, олардың мамандықтары, жас ерекшеліктері, соны мына рисунок арқылы, сурет арқылы олардың формасын келтіріп, және мына өзінің бояулары арқылы берген. Өнерін қадірлеген қауым бүгінде ұлы суретшіні ерекше құрмет пен ықыласқа бөледі. Кезінде Тбилисидің көркем сурет академиясының кескіндеме бөлімін бітірген суретші әлемге кескіндеме өнер арқылы емес, кеңістікті шырқы үйірген мүсіндік туындыларымен танылды. Өнердің осы бағытында әлемнің талғампаз өнер танушыларын таңдай қақтырып тамсандырған суретшінің монументальдық теңдессіз мүсіндік туындыларын Америка, Франция, Ресей, Ұлыбритания, Италия, Жапония, Испания, Грузия, Бразилия және Литваның орталық алаңдарынан тамашалауға болады. Зураб Константинұлы Церетели, Ресей көркем сурет академиясының президенті, социалистік еңбек ері, дүние жүзіне белгілі, дүние жүзінде шығармалары кең тараған, өте атақты суретші. Әрине бұл кісінің Алматыға келуі, өзінің жеке көрмесін әкелуі біздің мәдени өміріміздегі бір үлкен жаңалық, бір үлкен ерекше құбылыс деп қарауға әбден болады. 1964 жылдары Францияда білім алып шеберлігін шыңдаған суретші, атақты суретші Пабло Пикассо және Марк Шагалмен шығармашылық қарым-қатынаста болады. Бүгінгі көрмеде суретші менің сүйікті суретшілерім атты мүсіндік топтамасынан өзінің шығармашылығына үлкен бетбұрыс жасаған ұлы суретшілердің мүсіндерін асқан шеберлікпен бейнелегенін көреміз. Зураб Церетелидің асқан мүсінші екенін бүгінгі көрмеге қойылған шағын мүсіндерден айқын көруге болады.